Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Бүгін өте керемет бір самсаның рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Өлшеніп алған ұнымызға бір жұмыртқамызды жағамыз. Бөлме температурасындағы суымызға тұз қосып, ерітіп, кейін оны ұнға қосып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін 20 минутқа демалдырып қойғаннан кейін қамырымызды жайып шығамыз. Шұқалап жайып шықсаңыздар, өте әдемі болып шығады. Біздің жасап жатқан самсамыз қатпарлы самса, сол себептен бізге маргарин керек болады. Маргаринді ерітіп, қамырдың ортасынан жұқалап жағып шығамыз. Маргаринді қатты ыстық қылып ерітіп жүрмейміз, яғни оның суы шығып кетеді. Сол себептен жартылай ғана ерітіп, осылай жағып шығып, кейін самсаны бүкетін боламыз. Кейін қамырымыздың екі шетін ортасына қарай бүктеп, оның сыртына да сары майды жағып шығып, самсамызды орап қоямыз. Ал енді қамырымыз дайын болса, оны пакетке салып, тоңазытқышқа 20 минут немесе жарты сағатқа қойып қоямыз. Ал енді салмасына кірісейік. Менде картоп, пияз және фарш болды. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша салмасын қолдансаңыздар болады. Пиязымыздың үстіне қара бұрыш пен тұзымызды қосып, жақсылап пиязды мұжғылаймыз. Сол кезде пияздың өзінің соғы шығып, самсаның бір ерекше дәм береді. Кейін барып біз фаршымызды қосамыз. Ал енді қамырымыз дайын болса, керек формада кесіп алып, ішіне салмасын салып, бүгіп, пергамент қағазына қойып, бетіне бір жұмыртқаны жағып шығамыз. Ол өте әдемі сән береді. Кейін әсеміне қарай күнжіт немесе мак сеуіп шықсаңыздар болады. Қызып тұрған пешімізге 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Астын бөлек, үстін бөлек пісіріп аламыз. Бірінші астына, кейін үстіне қойып пісіріп аламыз. Міне біздің қатпарлы самсамыз дайын болды. Ұнаса лайк қойып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанерке, соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менде басқа да қызықты видеоларды көргіңіз келсе, менің каналыма кіріп көрсеңіз болады.